Баршаларыңызға сәлем. Алтын күз мерекесі кезінде барлығымыз абыр-сабыр болып бірнеше күн жыртылып, осындай поделкаларды жасауға тырысамыз. Ал мен сіздерге бар болған 30 минуттың ішінде жеп-жеңіл поделканы жасау жолын көрсетемін. Ол үшін бізге картон қағаз және де арнайы шаблондар керек болады. Мен оған төменгі ссылкасын қалдырып кетемін. Өзіңізге көшіріп алып шығарып алсаңыздар болады. Мен бұл жерде тышқандарды қатты қағазға шығардым. Ол жәнегі жапсырылған кезде майысып сондай болып қалмас үшін, және де оны картон қағазға жапсырып, оны қиып, екі жұмыс жасағым келмеді, бірден қиып алдым. Шпажка қажет болады. Шпажканы қайшының көмегімен картонның ұзындығы бойынша қиып алсаңыз болады. Клей, ыстық клей, әртүрлі дәнді дақылдар өзіңіздің үйіңізде қандай бар, соның барлығын қолдана бересіздер. Және әртүрлі көлемдегі жапырақтарды, әдемі көрінетін жапырақтардың барлығын ала берсеңіз болады. Ал бисмиллах деп бастауға кірісек. Алдымен мен мешоктардың барлығын жапсырып алдым. Біреуін көлденең жапсырдым. Не екенін видеоның соңында және басында көрсеңіздер болады. Ыстық клейдің көмегімен барлық дәнді дақылдарды жапсырып шығамыз. Ыстық клей өте тез кеуіп қалатындықтан тез жұмыс жасау керек, және де қатты қыздырып алсаңыз жабысуы да оңай болады. Сондықтан да ыстық клеймен абайлап жұмыс жасаңыздар, егер балаңызбен жұмыс жасайтын болсаңыз, және де тез жапсыруға тырысыңыздар. Құрметті аналар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, және де осындай поделка жасайтын достарыңызға, ата-аналарға жіберсеңіздер болады. Мінеки барлық мешоктарға дәнді дақылдардың барлығын жапсырып алдық. Енді бұрыш-бұрышына әдемі етіп жапырақтарымызды ақырын жапсырамыз. Бірінші жапырақ жапсырып алудың себебі осының үстіне қазір біз баспалдақты шпажканың көмегімен жапсыратын боламыз. Сондықтан бірінші жапырақтарды әдемі қылып бір жақ бұрышына жапсырып алыңыздар. Кейін мен үйден осындай гуашаның қатып қалған ыдысын тауып алдым да, оған ваза секілді, гүл тұрған секілді фантазияны ұйымдастырып, соны орналастырып жүрдім. Бұл енді өзіңіздің үйіңізде бар дүниелер болса, жасасаңыздар болады. Жоқ болса, басқа қолда бар дүниені орналастырып жүрсеңіздер де болады. Ендігі кезекте ыстық клейдің көмегімен және шпажкамен, зубочистканың көмегімен баспалдақты жасап аламыз. Алтын күзге орай жасалынатын поделкамыз соңына таяп қалды. Тышқанымызды жоғары жаққа қарай орналастырдым, яғни мешокқа бір зат салып жатқан секілді, не болмаса мешоктан бір затты алып жатқан секілді қылып орналастырдым. Сіздер төменгі жағынан да орналастырсаңыздар болады, енді шығып жатқан секілді. Және де қалған жапырақтарымызды бұрыш-бұрышына әдемі етіп, барлығын орналастырып шығамыз. Бізбен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.